Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен жеңіл, дәмді таңғы асты бірге дайындап көрейік деп шештім. Бізге ең алдымен қажетті заттар: 1 стакан ұн, 1 стакан сүт, ірімшік, шұжық, аскөк, жұмыртқа және қалауыңызша тұз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы 5 жұмыртқа маған 5 адамға жетті, осылай есептесеңіздер болады. Кез келген сүтті қоссаңыздар болады. Менде осындай қолдың сүті бар екен, 1 стакан қостым. Одан кейін қалауыңызша тұз қосасыздар. Тұздан кейін ұнымызды жақсылап електен өткіземіз да 1 стакан қосасыздар. Осы бізге жеткілікті. Ұнды жақсылап араластыратын боламыз сұйық болғанша. Міне мынандай сұйық болғанша. Одан кейін колбасамызды салып, қалауыңызша аскөк қоссаңыздар болады. Осылай. Енді табамызды жақсылап қыздырамыз да, осылай астына май жағып, енді пісіруді бастаймыз. Осылай құйсаңыздар жеткілікті. Екі жағын аударып, бір шетіне ірімшікті салып, сырымызды және екінші бетімен оны жабатын боламыз. Сөйтіп, баяу отта екі жағын аударып отырып пісіретін боласыздар. Міне өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, ерінбей. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын.